Сәлем достар, ғаламторда тез танылу үшін ең керемет суреттерді жүктеу керек екендігін көбісі біледі. Алайда, өмірге қауіпті суреттерді жай ғана фотошоппен де жасауға болады. Сізбен бірге дұрыс қадам арнасы. Бүгін көпшілік шын деп ойлайтын жалған суреттерді көрсететін боламыз. Акула және тікұшақ. Осы суретті көрген әрбір адамға мына адамның тірі не өлі екендігі қызық. Бұл суреттен кейін осындай видео көру әлде қайда қорқынышты болушы еді. Алайда қорықпаңыз, бұл жай ғана екі суреттің қосындысы болып шықты. Сенбейсіз бе? Тікұшаққа мініп бара жатқан адам және акула. Көк түсті қарбыз. Осы суретті көрген әрбір қазақтың айтатыны қытайлардың ойлап таппайтыны жоқ қой. Ал бұл суретті өтірікке шығарайын десең, белгісіз бір қытайлық сайтта көк түсті қарбызды сату жайында жарнама бар. Алайда ақылды саудагер мұның өтірік екендігін бірден біледі. Суреттегі жай қарапайым қарбыз, ал көк түс әдеттегідей жай ғана фотошоп. Ұшу барысындағы селфи. Бұл суреттің өтірік екендігін біле тұра, көпшілік қайталауға тырысады екен. Бұл суреттің өтірік екендігі айдан анық. Себебі суреттегі иллюминатордың ашық тұруы техникалық қауіпсіздік ережелеріне қарама-қайшы болып келеді. Иллюминатор ұшақтың терезесі. Егер бұл сурет шын болған жағдайда да, иллюминатор ашылған сәттен бастап, бұл ұшқыш өмірде жоқ болар еді. Ал осындай фото суреттермен қоса жалған видеоларда кездесіп жатады. Дәл қазір сіз көріп тұрған видео бір кездері ғаламторда үлкен дауға айналған болатын. Ал керемет монтажбен жасалған видеоның негізгі нұсқасы мынау. Осымен видеоның соңына да келдік. Досым, кез келген ақпаратқа бірден сене бермей, шын өтірігін саралап ал. Сізбен бірге болған дұрыс қадам арнасы. Келесі видеода кездескенше.